Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біз Каспий KZ қосымшасы арқылы айыппұлдарды тексеретін боламыз. Алдымен Каспий қосымшасына кіреміз. Каспий KZ. Одан кейін мемлекеттік қызметтер бағаны өтесіз. Аштағына түсіп, айыппұл деген баған бар. Соның үстіне шертеміз. Айыппұлды тексерудің бірнеше жолдары бар. Айта өтейін. ЖСМ бойынша, көліктің мемлекеттік тіркеу нөмірі арқылы, БСН арқылы тексеруге болады. Бүгін біз ЖСН арқылы тексеретін боламыз. ЖСМ бойынша үстіне шертеміз. Каспий қосымшасына кіреміз. Яғни тез кіру құпия сөзін теріп, бағанға кімнің айыппұлын тексеріп жатсыз. Егер өзіңіз кім болса, өзіңіздің ЖСНіңізді жазасыз. Куәліктің нөмірі деген жеке төлқұжатыңыздың артындағы цифраны енгізесіз и куәлікті берілген күнін енгізесіз. Егер өзіңіздікін тексеретін болсаңыз, Каспий қосымшасында сіздің мәліметтеріңіз бар. ЖСН деген үстіне шертесіз. Штраф по номеру документа деген тұр, яғни мынау менің ЖСНім. Соның үстіне шертем. Көріп отырсыздар, менің куәлік нөмірімен берілген күнін өзі автоматты толтырды. Басқа бір адамдың енгізетін болсаңыздар, мына жерге ЖСНді қолмен енгізіп шығуға тура келеді. Одан кейін айыппұлды тексеру үшін тексеру батырмасын шертеміз. Тексеру. Егер айыппұл болған жағдайда, мына жерде айыппұлдың қысқаша мәліметтері, протоколы шығады. Менде көріп тұрсыздар, айыппұлдар табылмады деп тұр. Яғни менде айыппұл жоқ. Осылай басқа адамдыкінде тексерсеңіздер болады. Яғни басқа адамның тексеру үшін міндетті түрде ЖСНін білуіңіз керек, куәлік нөмірін білу керек және куәліктің берілген күнін білуіміз қажет. Құрметті достар, видео пайдалы болса, арнамызға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.